Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін кезекті тренингімізді бастаймыз. Бүгінгі тренингіміздің тақырыбы стресске қарсы тұру және эмоциялық тұрақтылықты қалыптастыру. Мақсатымыз бойымыздағы төзімділік дағдыларын дамыту, стресстік жағдайлардан шығудың тиімді стратегияларын меңгеру, эмоционалдық икемділіктерін дамытып, өзімізге деген сенімділікті нығайту. Стресс дегеніміз күнделікті естіп жүрміз, қазіргі таңда. Кім біледі, стресс дегеніміз не? Бір жерден тыс шақырып деген сияқты бірнеше стресс деген сөз қазіргі таңда көптеп күнделікті естіп жатырмыз. Стресске кез келген адам шалдығуы мүмкін, оған мектептегі сабақтар, ата-ананың ажырасу, отбасы мүшелерінің қазасы, немесе кездесіп жүрген адаммен ажырасып кету, қорқыту мен қудалау, жаңа жерге көшуіміз, осы сияқты түрлі нәрселер себеп болуы мүмкін. Біздің бойымызда стресс бар ма? Соны қазір анықтаймыз. Қазір сендермен стресс сізге қалай әсер етеді деген әдістемені жүргіземіз. Сендерге 15 сұрақ берілді. Кейде жоқ деген жауаптың біреуін белгілеп шығамыз. Тездетіп. Ал жинаған ұпайларыңызға байланысты оқып береміз. Бірінші топ 15-25 ұпай аласыз. Стресске аз ұшырайсыз. Сіз саналы әрі тұрақты өмір сүретін адамсыз. Өміріңізде пайдалы бар мәселелерде тез шеше аласыз. Өзіңізді өзгелерден артық деп ойламайтын, қанағат тұта алатын, әрқашан бәріне үлгеретін адамсыз. Екінші топ 26 мен 36 ұпай. Ал енді стресстің алдын алу үшін не істеу қажет? Біріншіден, стресс кезде ағзадағы витаминдер қоры, В витамині азаяды екен. Дәрігерлер көбірек витамин ішуді кеңес береді, бірақ артық мөлшерде ішудің де қажет жоқ. Екіншіден, дене жаттығулар өте пайдалы. Спортзалға барамыз, жаттығулар жасаймыз, билеген, ән айтқан, барлығы стресстің алдын алуға көмектеседі. Үшіншіден, психикалық және дене релаксациялар қажет. Яғни босаңсыту музыкаларын көбірек тыңдаймыз, түнгі аспанға қараймыз, жиі арманда кетеміз. Және де төртіншіден, үйлесімді өмір үшін ең маңыздысы жанұяның және достардың қолдауы қажет. Тыныстық гимнастика жаттығуы, тыныс алу, ашуланған кезде стресс шығаруда ең тиімді тәсілдің бірі болады. Қазір біз демімізді ішімізге бірдей тұтамыз да, дем аламыз да, демді дыбыстарды айту арқылы шығарамыз. Ол қалқанша бет жұмыстарына әсер етеді екен. Біз тренингте өткен сабақтарымыздың бірі ол ашуды шығарулардың ойынын ойнады. Ашуды күшпен емес, ақылмен де шығаруға болады екен, соны түсіндік. Көптеген ойындар ойнап, сол арқылы ашуды қалай шығару керек екенін, стресстен қалай жеңу керек екенін түсінген болатынбыз. Ал балдар, енді бүгінгі тренингімізді қорытындылай келе, тілек ағашы, бізден тілек ағашы, қазір мен сіздерге стикерлер таратамыз. Осыған кері байланыс жазамыз да, осы тілек ағашына жабыстырамыз.